Ассалаумағалейкум қазақ елі, серия болықтарыңызға қош келдіңіздер. Және де оның жүргізушісі мен Мадияр Пернебай. Достар, бүгін бізде өте керемет контент, алдағы уақытта керемет сезон келіп жатыр. Алдымызда көктем, жаз. Бұл дегеніміз ходовка жинау. Бүгін біз ерекше ходовка дейтін боламыз. Яғни айтқанда ерекше стойкалар, ерекше амортизаторлар, ерекше тормозный дисктарды алдырдық. Бүгін біз онымен қатар қоймай полный ходовканы жинайтын боламыз. Оны қазір видео басында толықтай түсіндіріп айтып кететін боламын. Алдымен видеомызды бастап алайық. Кетсек. Алло, достар, біз негізі ол запчастарын барлығын заказер қойған болатынбыз, барлығы келді. Біз главный бізде қалада табылмайды ау дегендерін барлығын уже біз Ресейден алдырып қойдық. Қазір енді қалған майда жүзде жаңағы салимблок, сальник дейтіндерін барлығын қазір осы жерден алатын боламыз. Жалпы машинаның қазіргі состояниесі мынандай. Негізі ходовка деген кәдімгідей шаршап қалдық. Қазір бұны алдымен бірінші видеоға түсірмес бұрын жақсылап жуып аламыз керек. Сол себептен қазір алдымен әдемілеп мойкаға түсіріп аламыз. Жаз шыққан кезде өзіміздің ерекше керемет титанкымызды тағатын боламыз. Ол титанкты тақпас бұрын ходовкамызды доп қылып алу керек. Әйтпесе ходовкамыз действительно қазір шаршап қалған. Не бар? Жалпы приораның ходовкасына не кіреді, соның барлығын ауыстыратын боламыз. Олай болса бүгінгі видео жалпы не жайында екенін толыққанды түсіндіре алдым деген ойдамын. Олай болса не тұрыс? Кет. Жалпы видеомызда басталмас бұрын достар, сіздерге керемет жаңалығымыздар. Қазір тыңда білесіз, оқу жылы соңына таяған сайын футболдан керемет матчтар болады. Алдағы уақытта достар, Чемпиондар лигасы да болады. Сол себептен қазір тыңда матчтар өте қайнауда. Сол матчтарға достар, сіздер менің бонусымен болжам жасай аласыз. Ол үшін төмендегі сілтемеге кіресіздер, менің промокодты келіп тіркелсеңіздер, алғаш депозиттеріңізге $500 береді. Олай болса бонустарыңызды алып, спортқа болжам жасаңыз. Олай болса сәттілік. Ал так достар, Эстоға келдік. Машинаны айтып мойкадан шығып Эстоға келем дегенше 1-2% ғана сәл кірленді. Алдың лобовойлары. Мына жерде мінекей запчастарымыз да келіп қалған. -50-ге рассчитанный штойкаларымыз да келді. Сондай -50-ге рассчитанный пружиналарымыз. Және де спорт дисктер 14-ші размерлі. Сондай Lada спорттың колодкалері. Бүгін біз -50-лік пружина. Бұлар кесілмеген, завод стойка өзі -5 см жатады. Сондай соған рассчитанный андай -50-лік стойкалар беріледі. Негізі біз ойлаймыз ғой, достар, арқасында пружинасын кесіп тастасақ, болды машинамыз замешанный деп ше. Ол негізі дұрыс емес екен. Заводской стойкаға пружинадан кесіп тастайтын болсаң, ана стойка дұрыс шықпайды, сонымен тез бұзылады стойкаларыңыз. Сол себептен негізі егер жатқызғыларыңыз келетін болса, арнайы осындай -50-лік, -70 пружинамен -50-лік, -70 деген сияқты стойкаларыңызды бірге салғандарыңыз жөн болады. Ал олай болса бізде мына жақта жұмыс басталып кетті. Алдымен қазір ходовкаларды тағы да бір шешеміз, тағы да бір тексереміз. Салимблок, малимблок дейтін резиналарды қазір алып келетін боламыз. Короче, машинаны уже шашып бастады. Стойкасы бөлек, дискісі бөлек, қазір мына жерде подшипник, в общем, біраз дүние ауысатын болады. Осы адамдар ойлайды ғой, негізі біздің машина идеал деп ше. 100% идеал емес, бізде проект болған, жасалып жатыр да мысалы ше. Так, достар, мына жерде Эстода менің өзім туған інім кіріп алған. Ассалаумағалейкум. Рульді бұрған кезде, достар, жазда күні әсіресе титанкмен ауыр болады ғой. Сол рульді бұрған кезде бірдеңе қытырлайды да, мен оны рульі рекам кетіп қалған деп ремонттап жүрдім ғой. Сөйтсем опора кеткен екен. Сосын достар, алдыңғы пружинаны кессеңіздер, солардың кесірінен рульді бұрған кезде қытырлайды екен. Сол себептен айтатым ғой, негізі кеспей, сонда рассчитанный -50 дегенде салған дұрыс негізі. Так, достар, мына жерде мінекей жаңа айтып кеткен. Мына Шарабай ғой, а? Немецкий фирма, бірақ китайский производство мынау. Так, мына жерде бізде мынау не фирма? Внутренний. Внутренний біреу, сыртқы екеу. Пыльнегі гелевый, май смазанный. Наконечникті гелевый ма? Нормально, бүтін ғой, а? Так, артқы балықты мынау да кетіп қалған бізде. Осының кесірінен кәдімгідей тақырлайды екен. Бұдан кейін камри болып кетсе білмеймін десе. Мынаның өзіне қанша шықты сенен алғаным? 90 мың. Анда жақта мен тағы да жаңағы стойкам бар, дискім бар, оның өзіне 150 мың теңге кетті. Запчастың өзіне 250 мың теңге. Шотан ба? Үйрендің ме бірдеңе? Неме, не үйрендің айтсаған? 2-2 болса неше болады? 6 болады. Бәсі. Керекті барын алдық. Не де болса да жақсы качестводан алдық. Менің өзімен бірге алып келген материалдарға гарантия беремін. Өйткені олар өлдім 2 жыл жүреді, 3 жыл жүріп береді, даже керек десе. Енді мыналарды білмеймін, бірақ китайский производство қалай болады екен. Не де болса да бұдан кейін енді Камри болып жүр, қадап қаламыз. Камри.
Так, алдыңғы екі стойкамыз полный жиналды. Мінекей, короче, мынаның барлығы опораға дейін. Не, жаңа өзіміздің стокпен мынаны қарасақ, кәдімгідей кішкентай екен мынау. Мүмкін может пружинасы кішкентай болса да может қатты шығар мынау, иә? Қазір енді бәрін салған кезде көретін боламыз. Әзірге енді алдыңғысы жиналып қалды. Бізден ауыстырылмаған ходовканың запчастарынан не қалды? Мен білетін, по-моему, алдыңғы екі подшипник, да? И ступица, да? Алдыңғы екі подшипник, екі ступица ғана қалды, қалған бәрі басып отыр. Ручнигі нейді, пружинасын айдың, тросын айдың ше. Негізі достар, мен өткенде естеріңізде болса, көктемде ходовка жинаған кезде мынаны спорттан стокқа ауыстырған болатынмын. Өйткені спорт базар жоқ, жақсысы жақсы. Бірақ оның, короче, сален блоктар кеткеннен кейін, сален блоктар сатылмайды екен, оны құйдырасын. Бұл жерден біз өзгеше сабақтан нәрсеміз, бұл тек қана дискпен заниженный стойкалар. Жаңа мойкада машина жуып жатқан кезде байқаған шығарсыздар, қанша биіктікте тұрғанын. Енді қазір салып болғаннан кейін қанша биіктікке түсетінін көретін боламыз. Осы достар, мен ойлайтыным бар ғой, спорт колодкалардың обычный колодкадан не айырмашылығы бар деп. Жарайды, дискі мысалы әдемі көрінеді, во-первых, да, тесктермен. Во-вторых, кішкене ұзаққа шыдайды, прочный водалар. Андай қызып кетіп суға тиген кезде майспеде салатын диск емес. А вот колодкалардың қандай айырмашылығы бар екен деймін. Осы вроде обычный колодка, да? Или бұларда сондай ма екен, типа ұзаққа шыдайды, тез күйіп кетпейді, тез жанып кетпейді, шиқылдамайды, қиқылдамайды деп ше. Жиндай емес, одан кейін по-любому развалға кіреміз. Короче, мынаның бәрі біздің көліктен шыққан отходтар, бушный запчастар. Сонымен бүгін мынаның бәрін ауысып тастадым, ба не? О-майо. Қатты түсіп кетпесе екен деген уайымдар. Өйткені достар, неге десеңіздер, менде алдына сплиттер орналасқан, негізі қатты заниженный болса да, ванна жолдарда сплиттерді сындырып алу әбден мүмкін. Жаңа өзім қазіргі мысалы заводской стокку жеседағы пружинаның өзінде мен өткенде бір жерде ваннада өтіп баратып, қар-қар короче мына жер мұзға сырып алдым. Соның өзінде ше. Қазір мінекей мына развал турлатып аламыз. Бір күн жүріп қалды негізі. Жалпы нәтижесі достар мінекей. Арқасы сол баяғы әдемілеп түсті. Алдында просто мен өзім пружина негізі кесілген пружина еді ғой, сол кесілген өзі минус 50 болып көрініп тұр екен. Алды да минус 50-ге түсті. Бүкіл шеттерінен, жоғарыдан, арқасынан бүкіл жерден бірдей қашықтықта болып тұр. Бұл енді мысалы қазір 14-тік штамппен тұр ғой, негізі сонда да кішкене санито көрініп тұр. Титан болған кезде негізі әдемі ашады деп ойлаймын. Мынаның өзімен достар негізі айтатын жер өше тағы да түсірсе деп ше. Мынаның өзімен мен жаңа мына подъемникке шығатын кезде мына губоварысты сырды ғой, короче. Жалпы мына алдынан, короче, мынандай бір қарыс бар. Арқасынан бізде мінекей арқасы алдынан сәл төмендеу. Все нормально. Нормально, бол, тема. Ходовка в общем доп. Бізде ауыспаған екі алдыңғы ступица, қалған барлығы ауысты. Барлығы резина, сальник, мальник, бәрі. Мына қараңыздар. Мына төмен қараса, мына төменге түседі, мына жоғары қараса жоғары көтеріледі. Короче, анау мыналармен связға түсіреді, мына қараңыздар. Бой, не деген технология. Бізде ауылда өтер сарыағаштағындай лазермен істеп жүр ғой, ше. Линейкамен, лазермен көтерсе көтереді, түсірсе түсіреді, қарсы. Анаған, короче, связға түседі ғой, короче, өзі. Алла өтсе достар, менеке видеода өз барасында жетті. Егер де сіздерге ұнаған болса, лайктарыңызды аямай басыңыздар, артындағы жазыңыздар, комментарий керемет пікірді қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта өте керемет бөлімдер шығатын болады. Бізден бірге болып, тек қана қолдау көрсетсеңіздер, бізден сіздерге керемет контент шығады. Олай болса, біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.